қандай автормен таныстық? Дулат Исабековтің өмірбаянынан қысқаша қандай ақпараттар білеміз? Қай жылдар аралығында өмір сүрді? Қай өңірдің тумасы? Оңтүстік Қазақстан тумасы. Орныңызда тұрып жауап берейік, Нұрислам. Оңтүстік Қазақстан тумасы. Қазақстан тумасы. 1942-2025 жылдар аралығында өмір сүрген атақты жазушы, драматург еді. Жақсы, оның азан шақырып қойылған есімі Нысанбайды, ата-анасының қойған есімі бірі Мәулен есімді атасы бұл есімге қарсылық білдіріп, бұл немеренің аты Дулат қойылсын деп екінші рет азан шақырылып, есімін Дулат қойған екен. Әкесі Дулат жүргекте жатқан кезде соғысқа аттанады, сол кеткеннен ол кері оралмайды. Анасы 5 баламен бөтен елде қалады. Осындай жағдайда балалар ауырып, соның ішінде Дулат өте аурушаң болады. Күндердің бір күнде қатты сырқаттанған Дулатты өлдіге санап, оны дәлізге шығарып тастайды. Ауылдағы бір кемпір бетін ашып қараса, Дулат ыржиып жатыр екен дейді. Осылайша ол аман қалған екен. Ар жақта оның көрі қазылып, адамдар шақыртып, баланы әкелсін деген хабарлама жіберген екен деп еске алады Дулат Исабеков бір сұхбатында. Енді Дулат Исабеков бұл әдебиетке ерте араласады. 5-ші курста жүрген кезінде кітап жазады, пьеса жасады, және де Гауһартас шығармасына фильм түсіріледі. Бізге берілген шығармасы енді Әпке деген драмасы, драма деп отырғанымыз бұл қойылымдық шығарма. Бұл туынды енді отбасындағы жауапкершілік, отбасы құндылығы, бауырмашылдық тақырыбын қамтитын туынды. Бұл енді туынды автордың тікелей өміріне қатысты. Өйткені автор анасынан айырылғаннан кейін әпкесінің тәрбиесінде қалады. Оның басқа да бауырлары осы әпкесінің қамқорлығында өседі. Әпкесі Бибіхал інілері үйленіп, тіпті келін үйренісіп кеткенше үйде қамқорлық жасап көмектескен екен деп осындай тағы да бір сұхбатында осы сөзін Дулат Исабеков шығарма жазуына түрткі болғандығын айтады. Сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін топқа бөлінеміз. Яғни психологиялық ахуалды қалыптастыра отырып, әркім өзінің көңіл күйіне қарай бейнелерді таңдайды. Керек балалар, тақтаға кезектесіп шығамыз. Яшықты таңдаймыз. Суреттің үстінен дәл басамыз балалар. Келе қойыңыздар. Шеттен баста келе берейік балалар. Келе қойыңыздар. Тек адамның үстінен басайық. Бірінші топ, екінші топ, сосын үшінші топ. Бір мында, 2, 3. Кітаптарыңызды алып, тексіз алсайық. 1, 2, 3 балалар. Кел, Арнет, Ахмаржан, Нұрислам, Меруерт келе қойыңыздар. Келеміз, бақты керек. Сурет үстінен дәл басайық балалар. Читалай. Топқа бөлініп болсақ, балалар орындарыңызға отырамыз. Бұл жерден бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Жақсы. Тақырыбымыз балалар әпке шығармасы бауырмалдық тақырыбында төңірегінде болғандықтан тақтада мақал мәтелдер берілген, яғни бұл жерде сәйкестендіру. Қалып келіңіздер балалар. Орындайық. Ағасы ақылдының ауыл азбайды. Сәйкестендіреміз. Жалғасы. Қайсысы деп ойлайсыздар? Баян? Апара қояйық, ары қарай келесі жасап қойын, жарайсың. Келесі мақал жағасы. Жақсы аған орман. Жағасы.
табады? Келіңіз, тақтайшы. Белгілейік. Сәйкестендіреміз бе? Иә, жақсы ағам болман, жақсы ілім қорған. Мал қонсын іздейді. Жалғасын кім табады? Жарайсың Ақмажан. Ары қарай келесі мақалымыз бауыр. Шырын бас тәтті. Келі. Ақ ниет. Апай соңғысы айтамын. Келесі бауыры жоқ аға қанаты сұңқармен тең. Жалғасы. Екінші топ, үшінші топ. Басқа белгілейік тақтағыш. Жарайсың, тұрауын. Келесі соңғысы ағасы бардың жағасы бар. Белгілей қойып. Тақтағыш белгілей қойып. Сосын жауаптарыңыз дұрыс-бұрыстығын тексереміз. Жарайсыңдар енді ал тексеріп көрейік. Жарайсыздар. Бардына дұрыс жауап бересіздер. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Енді дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазыңыздар. Бүгін ақпанның 17-сі. Ақпанның 17-сі. Тақырып драмадағы кейіпкерлер. Жақсы. Енді ары қарай тақтаға қараймыз орнымыз. Бүгінгі сабағымызды бірге бастайық. Бірінші кезекте сабақтың мақсатына назар аударайық. Бүгін біз жаңа бір білімге, оны тәжірибеде қолдануды үйренеміз. Сондықтан әр тапсырманы сабақ мақсатына сай орындау қарсыздар. Ал ережесінің ережесін ескерсек, бір-бірімізді тыңдаймыз және сыйлаймыз. Белсенді боламыз. Уақытты тиімді пайдаланамыз. Қателесуден қорықпаймыз, себебі қателесуде оқу. Барлық тапсырмалар дескрипторлар негізінде бағаланады. Сондықтан әр қадамда сол көрсеткіштерге назар аударыңдар. Мен сендерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта өз білімдеріңді толық ашуға тілектеспін. Ал кеттік жаңа білімге бірге қадам басайық. Бүгінгі сабақтың мақсаты болар әліпби драмасындағы кейіпкерлерге тура және жаңама мінездеме жасау және де шығарманың тақырыбы мен идеясын осы типтес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Тапсырмаға көшейік. Бұл жерде балалар бейнеролик тамашалаймыз. Бейнероликте кейіпкерлерге қысқаша мінездеме берілген. Қалажай өте мейірімді, жаны нәзік, балалар үшін өз бақытын жеке өмірінен бастапқан жан. Ол отбасының тірегі, жауапкершілікті өз мойнына алған сабырлы да қайсар кейіпкер. Тимур Камазда бригадир болып жұмыс істейді. Тік мінезді, бұрама тілді болғанымен адал, қызу қанды, кейде дөрекі көрінгенімен айналасындағыларға қамқорлық таныта білетін азамат. Оған Қабажайдың інісі.
жанры жағынан ғалым философ. Көбіне ғылыми тілде сөйлейді. Жаны ізгі, сыпайы, адамдаршылығы мол. Өзіндік табан ашуға берілмейді, көп сөйлеуді ұнатпайды. Білімді, ғылымды сүйетін, ойдың кейіпкері. Махаббаты өлім. Назила Қамажайдың сіңлісі. Мұғалім болып жұмыс істейді. Мінезі ерке, тік мінезді, тура сөзді. Әке шығармасынан кейіпкерлер кімдер? Басты кейіпкер кім Шапан? Қамажайдың өзі және бауырлары кімдер деді балалар? Тимур, Назила. Назира, сосын інілерің? Тимур. Бірінші тапсырма. Бұл жұптық тапсырма. Екіншіден жұптасып орындайсыздар. Бұл жерде кейіпкерлер берілген. Кейіпкерлердің балалары автор бейнелеген тікелей суреттеуін мына суреттің сыртына ал ішкі жағына жанама суреттеуді жазасыздар. Сіздер екеуіңіз Қағазға ондай керек. Сол қағаз әрқайсыңызға әртүрлі кейіпкерлер берілген. Енді айтып шығармасындағы кейіпкерлер Назира, Қамажай, Омар, Бермей, Тимурды. Олар менің тағы бір мұхтақында жіберіңіздер. Автордың тікелей суреттеуін сыртқы бөлігіне, ал ішкі бөлігіне өзіңізді жанама мінездеуді жазасыздар. Тура мінездеуде отырғанымыз дәл тікелей суреттеуді айтамыз. Мысалы, ол еңбекқор, ол мейірімді, ол ақыл десек, бұл тікелей мінездеу. Ал жанама мінездеуде отырғанымыз кейіпкердің мінезін, қасиетін тікелей емес, бейнелі түрде сипаттау. Мысалы, тортай тас сүркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты дейтін болса, ұядай қылып тазалап қойыпты дегеннен оның ұқты екенін байқаймыз. Яғни жанама мінездеу деп отырғанымыз балалар бейнелі түрде әдеби тілмен сипаттау екен. Ал енді тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмаға 2 балл, 2 ұпай беріледі. Осындай сіздерге қазір тапсырмаңызға бағалау қараған таратып қоямын. Әркім бұл жерде өзін бағалайды сындаған. Бағалау парағы. Sistemimiz olur. Өте оңай, жеңіл тапсырма. Бірге қолдасаңыз, олар жұптасып, екеулеп бірге жұмыс жасаймыз. Өз ойларында пікірлерін бөлісіңдер.
Дұрыс жаза беріңіз. Дұрыс, дұрыс. Ақыл қылсаңыз. Тез қалай? Жауаптарыңызды оқиық. Тыңдай, кім қалай? Нездеме жазған екен, сипаттаған екен, білейік. Тыңдаман аяқтап болса, орындаған болса, жауаптарыңызды тексерейік, дұрыс-бұрыстығын мұқият тыңдаймыз балалар. Кім бастайды? Бұл жерде кейіпкер Тимур, ал тура мінездеу оқиық. Қалай мінездемесі жазыңыздар, жанама мінездеудеміз, орнымыздан тұрып оқиық. Біреуіңіз тураны, біреуіңіз жанама мінездеу оқиғыңыздар олар. Кейіпкердің тура мінезі, қызу мінезді, еркіндікті қалайтын, жас, өжет, өз айтқанынан қайтпайды. Жарайсың, жауап дұрыс. Ары қарай жанама мінездеу оқиық. Кейіпкердің жанама мінездемесі есейіп келе жатқанын тез аңғарады, кейде асығыс шешім қабылдайды, кейде өз пікірін қорғап, қарсы сөйлейді, уақыт өте келе отбасының қадірін түсінеді, және тік мінезді болып келеді. Дұрыс па жауап алар? Ары қарай сіздерде қамажайды, тексерейік. Руслан Ағлин қалай орындады екен, тексерейік. Сыпайы, сабырлы мінезді, отбасы мәселесіне түсіністікпен қарайды, үлкенге құрметпен қарайтын тәрбиелі қыз. Жарайсың. Ақниет, өз жауабыңды оқи ғой. Үйге келгенде өзін ұстамды қарапайым көрсетеді, кішілікпен байқалады, қиын жағдайда туғанда сабыр сақтайды, төзімді, салмақты мінезді көрінеді. Отбасы мәселесіне түсіністікпен қарайды. Жарайсың. Ал екінші топ жауаптарды тыңдайықшы. Сіздерде кейіпкер Назила, кейіпкерді қалай сипаттады меніңіз екен? Жанама мінездеме өте сабырлы, ақылды, түсінігі мол, әдепті, сыпайы және көркем мінезді. Жарайсың. Жауабы дұрыс. Ары қарай оқиық. Жанама мінездеу. Мейірімді, кішіпейіл, байыпты, ақкөңіл. Тура мінездеу жасқансың ба? Тура жауап. Біріншісі жанама Жарайсың. Отыра ғой. Ары қарай сіздерде Омарды сипаттайық. Тура және жанама мінезді сипаттайық. Балалар. Салмақты, байсалды, бойлы, сабырлы жігіт. Жарайсың. Тура мінездеу болды. Ары қарай жанама мінездеуін қалай жаздың? Отбасы жағдайын түсініп, артық сөз айтпайды, апасына қарсы келмей құрмет көрсетеді, қиындықта сабыр сақтайды. Жарайсың. Жақсы. Отыра ғой. Үшінші топ жауаптарыңызды тыңдайық. Қамажай, кейіпкерді қалай сипаттадыңыздар? Сабырлы, еңбекқор, жауапкершілігі мол, отбасы үшін барын салатын қамқор әке, төзімді, мейірімді. Ал жанама мінездеуді? Үндерін асыратпауы үшін өз бақытын кейінге қалдырады, жанашыр, жанқияр, өзін құрбан ете білетін адам. Жарайсың. Ал қыздар, жауаптарыңызды оқиық. Омарды қалай сипаттадыңыздар? Сыпайы, ұстамды және мәдениетті, салмақты ойлайтын жігіт. Жарайсың. Оқиғы жауабыңды? Ақтаулы, араласпайды, сабырлы, мінезі байқалады. Апасының еңбегін түсініп құрметтейді, адамгершілігі жоғары. Отбасының тыныштығын ойлайды, жауапты екенін көрсетеді. Күшті. Дұрыс. Жақсы. Олар қолдарыңызға мынандай бағалы параметр берген болатын. Бірінші тапсырманы жалпы ұпайы 2 деген ұпай. Егер сіз осы тапсырманы сенімді түрде белсенді қатысып отырып орындадым десеңіздер, толық 2 ұпайды қойыңыздар. Ал жоқ, мен білім кіремедім, білімім жетпейді деген өзіңізге күмән болатын болса, ұпайды кемітесіздер. Мүлдем 0-ді қойсаңыздар да болады, не болмаса жартылай қатысын деген мақсатта 1 деген ұпайды қойсаңыздар да болады. Бірінші тапсырма деген нұсқа 2 деп тұр ғой балалар, ұпай саны көрсетілген. Сол нұсқа бос тор көзге өзіңіздің ұпайыңызды қойыңыздар. Жазамыз балалар. Ары қарай кеттік. Бағалап болдық па балалар? Болса, келесі топтық жұмыс. Тақтаға қараймыз балалар.
Тапсырманың белгісін бір түсініп алайық. Екінші тапсырма. Топтық тапсырма. Эйлер кестесі тәсілімен тақтаға назар аударамыз балалар. Екінші тапсырма. Топтық тапсырма. Эйлер кестесі тәсілімен Дулат Исабековтың әпке драмасы мен Мұрат Қабанбайдың бауыр әңгімесін идеал жағынан салыстырасыздар. Яғни қарасақ балалар бірінші топ, яғни сіздер әпке драмасы бойынша, яғни Қамажайдың не істегенін, әрекетін жазасыздар. Автордың негізгі ойы, бұл жерде шығарманың негізгі ойы, қай кезеңді қамтитындығы, тәрбиелік мәні және қазіргі өмірмен байланыстыра отырып баға бересіздер. Дәл сол секілді екінші топ сіздер Мұрат Қабанбайдың бауыр шығармасынан осындай талдау жасайсыздар. Ал үшінші топ сіздер осы екі шығарманы, яғни ұқсастығын анықтайсыздар. Түсіндік пе? Мен сіздерге алдарыңызға мынандай қағаз таратып беремін. Дәл осы қағазға бос орынға орындап толтырып бересіздер. Топтасып, ақылдасып, бір-бірлеріңізді жауаптарыңызды тыңдай отырып, олай тиісіп жазыңыздар. Бірге орындайық. Алаңыздар. Тапсырма түсінікті ме? Орындайсыз олар, ақылдасып, біреуін жазыңыздар, қалғандарыңыз ойларыңызды айтыңыздар, тездетіп жазайық. Тезде жазайық балалар. Екінші топ, үшінші топ ақылдасаңыз. Жазаңыз, ақылдасаңыз, біреуін жазайық. Үшінші топ, екінші топ. Отбасы үшін жеке басын бақыттан бастап Есімде? Не? Бауыр шығармасындағы. Бұл балалар бауыр шығармасы екі бауырдың тағдыры тәлкегіне түсіп, біреуі балалар үйіне, екіншісі сырқаттанған әкесін бағып ауылдағылар. Осылайша жасы 24-ге келген Манап бауырын іздеп жетімдер үйіне барады. Бірақ Қали, яғни інісінің есімі Қали суыққанды қабылдайды да, оны тіпті ешқандай жақындық болмайды. Яғни бауырлар бір-бірімен табысқанымен өткен бірнеше жылдар олардың арасын алшақтатқан екен. Осы туралы шығарма бойынша енді өздеріңіз кейіпкердің іс-әрекетін, автордың ойын, ол қай кезеңді қамтитындығын талдап, жіктеп жазайық балалар, кестелеп толтырып. Ақылдасамыз, жақындап ақылдасыңыздар. Ақылдасамыз, екінші топ. Тапсырманы орындап болсақ, балалар жауапты оқимыз. Ал бірінші топтан бастайық. Әпке шығармасы бойынша қалай талдау жасадыңыздар? Тақтаға шығып, тоқтасып айтамыз. Жауаптарыңызды оқи қойыңыздар, балалар. Келіңіздер. Бәріңіз келіңіздер, тақтаға Рисла келіңіздер, Жанетінен. кейіпкерлер не істеді және не үшін істеді? Қамажай ата-анасы жүріп жеке басының бақытынан бастапты. Автордың негізгі ойы балалар арасындағы сыйластық және үлкеннің жауапкершілігі. Жалпы өмірмен байланысқан бүгінгі қоғамда іні-сіңлісі үшін өмірін арнайтын қамажайлар өте көп кездеседі. Жарайсың. Тағы? Отбасы алдындағы адалдыққа тәрбиелейді. Ал өмірмен байланыстырып, өз бағаларыңызды бердіңіздер ме? Соңғысы? Жақсы, жарайсыздар. Бірінші топ керемет орындаған екен. Ары қарай екінші топ келіңіздер. Бауыр шығармасы бойынша талдауларыңызды айтыңыздар. Келе ғой, бақ тегейін. Тез жауаптарыңды оқимыздар. Онда жақында тұрып.
соң біздің топтың Бауыр дейді. бауырдағы манап кейіпкері. Манап балалар үйіндегі інісі Қалиді іздеп барып, оны туған жеріне қайтып алып келгісі келді. Дұрыс. Иә. Автордың негізгі ойы қандай? Жақын адамдар арасындағы рухани байланыстың үзілуі және мейірімділікке шақыру. Жарайсың. Ал көркемдік, тәрбиелік мәні қандай бұл шығарманың? Бақтыгерей. 20 ғасырдың соңы интернет өмірі мен әлеуметтік кітап кезеңі. Ал өмірмен байланысы қандай екен? Бауырдан биіктеуге жетімдік, тауқыметтің сезінуге және мейірімді болуға үйретті. Жарайсыңдар. Жақсы. Керемет орындарсыздар. Екінші топ орындарыңызға отыра қойыңыздар. Ары қарай үшінші топ келіңіздер. Жауаптарыңыз қандай? Келіңіздер. Оқыңыз. Жауап. Кейбір кейіпкерде бауырлардың тағдырына алаңда қамқор болғысы келді. Жарайсың. Екінші. Автордың ойы қандай? Тұрмыстық қатынастардың құндылығын бауырдың махаббатын көрсету. Жарайсың. Үшінші. Қай кезеңдер қамтиды? Екі шығармада да заманауи отбасылық мәселелерді қорғайды. Жарайсың. Ал енді тәрбиелік мәні қандай? Бұл екі шығарманың да. Екі шығармада заманауи отбасылық мәселелерді қозғайды. Ал енді осы екі шығарманың өміріне қандай байланысы бар? Адамгершілік. Адамгершілік дегенімізде, яғни бауыр, отбасы бұл қоғамда бар. Қандай? Жақсы. Жарайсыздар. Үшінші топ орындарыңызға отыра қойыңыздар. Енді бұлар бұл екінші тапсырманың жалпы ұпайы 5 ұпай. Әркім өзін бағалай қойсын. Тездетіп жазайық. Екінші тапсырмаға мысалға белсенді қатысты десеңіз 5-ті қойыңыздар. Өзіңіз тең болсаңыз 4, 3, мүлдем қатысқанын деп ойласаңыз 0, 1 деген ұпайларды қоясыздар. Өтіп бағаларды мұнда ары қарай кеттік. Келесі тапсырма балалар, бұл жеке тапсырма. Жеке тапсырма, яғни әр қайсысын жеке-жеке орындайсыз. Тақтаға қарайық балалар. Бұл жерде басты кейіпкер кім еді? Қамажай, әйтпесе, яғни Қамажай. Басты кейіпкердің 5 әрекетін жазасыз. Бірінші, одан кейін мінезін 4 сөзбен жазасыздар, сипаттайсыздар. Үшінші жолға сіздер басты кейіпкерді 3 сөзбен ассоциация жасайсыздар. Төртіншісінде шығарманың негізгі ерекшелігін 2 сөзбен жазасыздар да, соңғысында 5-ші жолға қорытынды өз ойларыңызды жазасыздар. Дәптерге орындайсыздар. Бұл тапсырманы 3-ші тапсырма деп дәптеріңізге жазайық балалар. Әркім өз бетінше жеке орындайды. Бастаймыз 3-ші тапсырма. Жазайық. Кездескен солар бар. Уақыт тығыз. Ойланамыз, ручка қаламыз ұстайық, медведь. Ойланамыз. Жаз бірінші, 5 әрекеті, Қамажай не? Үміттенеді. Қамқорлық жасайды.
әдебиет орында болып қалыпты балалар. Орындарыңызды тездетеміз. Тапсырманы орындап болсақ, балалар, кім дайын? Кім жауап оқиды? Арнет. Орныңыздан тұрып жауабыңызды оқиық. Басты кейіпкердің бес әрекеті: бауырларын оқытады, үй жұмысын атқарады, жұмыс істейді және ақыл айтады және қамқорлық жасайды. Мінезін 4 сөзбен сипаттадым: қамқор, сабырлы, жауапты, еңбекқор. Басты кейіпкерді 3 сөзбен ассоциация жасадым: мейірім, отбасы, жанашырлық. Шығарманың негізгі ерекшелігі шынайылық және тәрбиелік мән. Өз ойым, бір ауыз сөзбен жеткізу, құрбандық. Жақсы, жарайсың. Тағы кім оқиды жауабын? Екінші топ оқиған. Басты кейіпкердің әрекетін 5 сөзбен айтқанда: бауырларына бағыт береді, ашуланады, уайымдайды, еңбек етеді және де үйді сақтайды. Дұрыс, Мінезін 4 сөзбен айтқанда: қатал, жанашыр, табанды және сезімтал. Ассоциацияға 3 мысал келтіргенде: тәрбие, қиындық және де үміт. Екі ерекшелігінен психологиялық тереңдік және де шынайы образ. Мен бір сөзбен сипаттағанда оны жауапкершілік. Жақсы, жарайсың. Үшінші топ жауап. Басты кейіпкер бес әрекеті: өз арманын құрбан етеді, бауырларын тәрбиелейді, ашуланса да кешіреді, үнемі еңбек етеді, болашақты ойлайды. 4 мінезі: адал, жанашыр, қайратты, жауапты. 3 ассоциация: мейірім, тағдыр, үміт. 2 ерекшелігі: әйел тағдыры, адамгершілік, идея. Бір сөзбен айтқанда: тағдыр. Жарайсың. Тағы кім жауап оқиды? Жанат, қалай жаздың? Жауабын тыңдайық. Бес әрекеті: қиындықпен күреседі, тәртіпке шақырады, бауырын қадағалайды, еңбек етеді, үміттенеді. 4 мінезі: қайсар, талапшыл, қамқор, сабырлы. 3 ассоциация: жауапкершілік, мейірім, отбасы. 2 ерекшелігі: драмалық, мейірімділік, шынайылық, өмірге деген көрінісі. Бір сөз арнасақ: махаббат. Жарайсың. Екінші топ жауап оқимыздар. Кімді қалай жазды? Кім? Біреуміз оқиық. Кімді қалай жазды? Оқиған. Бес әрекетті қиындығын жегеді, қолдау іздейді, бауыр жұбатады, өз бағытын кейінге қалдырады, отбасын біріктіреді. Жақсы. Мінезін 4 сөзбен: мейірімді, қайсар, адал, төзімді. 3 ассоциация: бірлік, жан жылуы, сезім. 2 ерекшелігі: тәрбиелік идея, өмірмен байланыс. Бір сөзбен: бірлік. Жарайсың. Жақсы. Ары қарай олар. Орнына болса, енді 3-ші тапсырма бойынша өз бағаларыңызды қойыңыздар. 3-ші тапсырмада жалпы ұпай 2, яғни 2 ұпайды толық ұстай алатындай орындадым десеңіз 2 ұпай, жоқ толық емес. Өз жауабыңызға, жұмысыңызға қанағаттанбайтын болсаңыздар, но не болса 1 деген ұпайды қосаңыздар болады. Ары қарай үйге тапсырма. Сабағымыз осымен аяқталды. Балалар, үйге тапсырманы жазып аламыз. Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Үйге тапсырма 120-ші беттегі 5-ші тапсырма. Жазып болсақ. Енді ары қарай балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасаймыз. Бұл жерде түсіндім, түсінбедім, сұрағым бар деген бейнелер бейнеленген. Яғни әр қайсысынан мысалға түсінбедім болса, түсінбедім деген жазудан, түсіндім болса, түсіндім, сұрағым бар болса, қай сөз сабақтағы өзіңіздің деңгейіңізге қарай белгілейсіздер. Келіп, баса қойып болады. Нөл дегеніміз сонда сала. Баса беріңіздер. Екінші топ келіңіздер. Баса қойыңыздар. Бүгінгі сабақ түсінікті
түсінбесеңіз де түсінбедім деп сұрағыңыз болса сұрағым бар дегенді білмесеңіз де болады. реакция дейді. Санның үстіне салмақ берейік. Санның үстіне 10 деген 9 деген тұр ғой, санның үстіне басып. Отыра берейік. Үшінші топ. Бүгінгі сабақта балалар не түсіндіңіздер? Кейіпкер туралы қандай ақпарат алдыңыздар? Кім қалай жауап бере алады? Бүгінгі сабақ бойынша кімнің сұрақтары бар? Ал жақсы балалар, бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Барлығы түсінікті болды ма? Бүгінгі ақпарат бойынша кім не айта алады? Ақбаян? Бүгін әпке драмасын өттік. Бұл жерде ата-анасынан ерте айырылған Қамажай туралы айтылған. Қамажай өз іні-сіңлілерінің өз қамқорлығын алып үлкен жауапкершілікпен қарай білді. Өзінің іні-сіңлілеріне қамқор болды, өзінің арманынан бас тартты, сол үшін батыл болады. Жарайсың. Жауабың дұрыс. Тағы кім айтады? Екінші топ, үшінші топ. Айтайық, қыздар. Меруерт. Осы шығармада батылдықтың не екенін білдіреді. Айтайық. Меруерт. Үшінші топ. Екінші топ. Арнет айтамын. Осы шығармада мен батылдықтың не екенін және адалдықтың және еңбекқордың не екенін түсіндің бе? Жақсы, жарайсың. Ал екінші топтан кім жауап береді? Пікірлеріңізді білдірейік балалар. Бүгінгі өткен шығармада мен өзінің бауырлары туралы, өзінің болашағынан айырылған әпкесі туралы білдім. Және де ол өзін інілері үшін өзінің болашағынан айырылды. Өзін құрбан етті де бұл жерде? Жақсы. Бұл жерде өзіне жауапкершілік алып, өзінің бауырларына барлық затты берді. Дұрыс, жарайсың. Үшінші топ. Ата-анасынан айырылған Қамажай өзінің іні-сіңлілерін бағу үшін өз өмірін былай айтқанда құрбан етті десек болады. Барлық қамқорлықты, сүйіспеншілік, бауырмалдылық, соның бәрін осы ата-анасынан ала алмаған інілері сол Қамажайдан алған. Ана орнына ана, әке орнына әке болады. Бұл жерде Қамажай. Жарайсың. Тағы кім қандай пікір білдіреді? Айтайық. Жанерке? Бұл жерде басты кейіпкер Қамажай жалпы өзінің бауырлары үшін өзінің өмірін құрбан етіп, бауырларға деген шексіз махаббатын көрсетті. Өзі ата-ананың махаббатын сезбесе де, бауырлары ол сезімді сезінбес үшін қолдан келгенін аянбады. Жарайсың, күшті жауап. Тырағы Жанерке? Тағы. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан Ақбаян болды, Арнет болды, екінші топтан Ақбота, және бұлар және де үшінші топтан Меруерт, бірнеше қыздар жақсы белсенді қатысты. Енді үшінші тапсырма бойынша өз балаларын жазыңыздар ма балалар? Маған жинап бере қойыңыздар. Сабақ аяқталды, құралдарымызды жинап, қоңырауға шыға қойыңыздар балалар.